Достар, бұл екінші чай. Мен шашымды өзімде заколкамен жинап алдым, болды. Кеше бізді мама телефонымызды алып алды, потому что біз кеше ұйықтамағанбыз, содан кейін. Негізі мама ұйықтатқан ғой. И содан кейін маманы оятып жүргенбіз, и потом мама біздің телефонды алды, конечно. Но бізге әкеп бермеді. А мен оны ойлаймын қайда екенін, бірақ маманы мен қайда тыққанын білмеймін. Но маман, короче, өзінің ұйықтаған жерінің төсегінің астына тығып қойған, ағам екеуміздікін. Содан кейін мен оны тауып алдым. Менің скоро туған күнім. Білесіңдер ма, мен Қасымбек ауылында тұрамын. Кім Қасымбек ауылында тұрады? Коммент. Но мен Қасымбек ауылында тұрсам да, үйімді айтпаймын да, Только воротасының түсін айтайын. Серый түс. Бәйтерек көшесі. Бірақ әрі қарай айтпаймын. А-ма, Б-ма, В-ма айтпаймын. Бізде жарайды, номерін айтпаймын. Телефон деп қой. Конечно, мен өзімнің адресімді доказ айтқан жоқпын. Но, кеп тұрмаңдаршы, пожалуйста. ПЖ. Конечно, мен бетім өзгеріп кеткен, даже көзім. Вот, осындай көзім. И мама маған айтты, стрелка жағып аласың ба деп. Жоқ, менде просто мынандай қараңдай көрініп тұр ма, бүйтіп тұр. Көзім тұр, үшпіріш тұр ғой. Вот, солай, менің көзім сондай. Не? Стрелка жоқ. Вот. И мен кеше мама түнде телефонымды алған соң, ондай ойыншықтармен ойнаймын, попыт. Мини-нау гризли какой-то, киндер шпама, гусь и единорог. Такой, смотрите, он на вас смотрит. Дайте он, да, вон почти что 5 часты болайын деп тұр ғой. Менің күнім қанша сағат өтетінін білмеймін. Менің күнім негізі 12 сағат өтеді. Бүгін 12 сағат өтеді. 12 сағат ұйықтаумен өтеді, 12 сағат ойнаумен өтеді. Или көмектесумен өтеді. Или жатумен өтеді, или телефонмен өтеді. Қазір мен уже завтрагымды ішемін. Мен жаңа суши алғанмын. Енді жеп шешеміз. Бірінші, если что, сушиімде ресурс